125 бап бойынша Қазақстан Республикасының халқының санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласының заңнамасын талаптарын, сондай-ақ гигиеналық нормативтерді, техникалық регламенттерді, адам денсаулығына зиян келтіруге әкеп соқпайтын бұзушылық, жеке тұлғаларға 30, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 230, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 1600 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Бап бойынша ұдай ұрып-соғу немесе өзге де күш қолдану әрекеттері арқылы тән зардабына немесе психикалық зардап шегуге ұшырауы. Бұл іс-әрекет денсаулыққа ауыр немесе ауырлығы орташа зиян келтіруге әкеп соқпаса, 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 600 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тартуға 2 жылға бас бостандығынан шектеуге немесе сол мөлшерде бас бостандығынан айыруға жазаланады. Бап қорқыту, өлтірумен немесе денсаулыққа ауыр зиян келтірумен және де сол сияқты қорқытудың іске асатынына қауіптенуден жеткілікті негіздері болған кезде адам жеке басына өзге де ауыр күш қолдануымен немесе мүлікті өртеп жоюмен, жарылыс жасалуымен немесе өзге де жалпы қауіпті істермен қорқыту 120 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшер түзеу жұмыстарына, не 120 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық орындарға жұмысқа тартуға, не 30 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. Бап ұрлық, яғни бөтеннің мүлкісін жасырын жымқыру, мүлкі тәркіленіп 1000 айлыққа дейін айыппұл салынады. Түзеу жұмыстарына 800 сағатқа дейін уақыт қоғамдық жұмыстарға тартылады. 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Біз Дарын мектебі оқушылары өз видеоролигіміздегі құқық бұзушылықтарды айта кетсек. Жемқорлық, ұрлық, зорлық-зомбылық, көпсілау, қинау болып табылады. Сіздер де осы